Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді пирог рецептісін ұсынатын боламын. Кесілген сәтте де өте жұмсақ, нәзік, ауызда еритін пирог жасап көріңіздер. Електен өткен ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Әрі қарай жұмыртқамызды шағып миксерлейтін боламыз. Менде кішкентай жұмыртқа болғандықтан 4 жұмыртқа қостым. Негізі 3 жұмыртқа жарайды, үлкен болатын болса. Шай қасықтың ұшымен шым-шым тұз салыңыз және әрі қарай миксерлейміз. Немесе венчикпен араластырсаңыз да болады, бірақ ол ұсақтау болуы мүмкін. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін аз-аздан секерімізді салып араластырамыз. Үш-төрт бөлікке бөліп осылай салып көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Жұмыртқалы массамыз аппақ болып, қантымыздың барлығы еруі қажет. Қажетті құрам бөліктерінің барлығын описание бөліміне толық жазып қалдырамын. Төрт-бес минуттай миксерлейтін боламыз, толық ерігенше қантымыз. Сұйық майымызды құямыз. Бір стакан сливкиімізді құямыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан саламыз, барлығын бірден салып жібермеңіз. Өйткені біздің көтерілген жұмыртқалы массамыз отырып қалуы мүмкін. 2-3 есе бөліп салсаңыздар да болады, немесе мен сияқты қасықтап салсаңыз да жарайды. Өз қалауыңызға қарай қосатын боласыз. Мінекей дайын болды біздің қамырымыз. Енді оны формаға құятын боламыз. Форма менде диаметрі 20 см. Кольцо астын фольгаменен жауып 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Әрине өз пештеріңіздің градусын қарайсыздар. Жақсылап ауасын шығарып алыңыз. Мінекей 35 минутта біздің пирогымыз пісіп дайын болды. Решеткаға суытып аламыз. Толықтай суыған соң кесетін боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте жұп-жұмсақ, нәзік, ауызда еритін пирог. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше.